Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге күнделікті Нұрманова Асия, жалпы тәжірибелік дәрігерлеріңіз. Ал бүгін біз қартаймау үшін қандай біз тағамдарды жемеуіміз қажет, қандай тағамдардан отказ беруіміз қажет, сол туралы айтатын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарайық. Қартаю бұл биологиялық процесс. Белгілі бір жасқа жеткеннен кейінгі организмнің мүмкіншіліктерінің үдемелі төмендеуі. Қартаю кезінде тіннің серпімді талшықтарының және су мөлшерінің азаюынан тері жұқарып, қатпарланып, әжім пайда бола бастайды. Бұл кезде шаш ағарып, серейді. Көздің көруі, құлақ естуі нашарлайды. Тіс түсе бастайды. Қартаюдың бір көрінісі ретінде организмде дәнекер тіндердің өзгеруін келтіруге болады. Осыдан өкпеде, бауырда, жүректе, тағы басқа ішкі органдарда оларды атқаратын жұмысының бұзылуына әкелетін беріштенулер дамиды. Қысқаша ғана мәлімет түсінікті болатын болса, біз енді осы қартаюға алып келетін процесс туралы түсінейік. Қартаюды түсіну үшін бізге жасушалық деңгей қажет. Өйткені бізде қартаю бұл жасушалық деңгейде өтеді. Яғни коллаген деп айтып жатамыз, мен коллаген ішіп жатырмын, қартаймас үшін деген сияқты. Біз коллаген ішкеннен бұрын осы мен айтқан тағамдардан отказ беруіміз қажет. Ал енді қарайық. Біріншіден, біз жасушалық деңгейде қарап алуымыз керек. Жасушалық деңгейде отырғанымыз, яғни клеточный уровень, біздің жасушамызда осы хромосомалар болады ғой. Сол хромосомаларды биологиядан өткен боларсыздар, бәріңіз биология оқыдыңыздар, хабарларыңыз бар. Енді қараңыз, біздің осы жасуша клеткамыздағы хромосомалардың қалпына келтіріп отыратын бізде элемент бар. Яғни бұны біз теломер деп атаймыз. Бұл енді теломерлер адамның жасы өскен сайын, яғни біз дүниеге келеміз, сәби болып, теріміз өте жұп-жұмсақ, нәп-нәзік болып дүниеге келеміз. Одан кейін дүниеге келгенде аңғарасыздар, тері түлей бастайды. Сол құсап адамның шашы, кірпігі, барлық тырнағы өсіп, терісі түлеп, адамда терісі түседі. Терісі түсіп, жаңа тері қаптап, қайта-қайта шыға бастайды. Шашымыз түседі, яғни күніне 100 талшыққа дейін шаш түседі. Бәрі ол норма болып келеді. Яғни біз жаңарып, жасарып, қартайып отырамыз. Енді қараңыз, осы теломерлердің арқасында болып келеді. Яғни теломерлер біздің адам жасы өскен сайын сол теломерлер азая бастайды. Яғни оның қызметі азая бастайды. Сондықтан біз жастық шағымызда бізде теломерлер өте көп болады. Осы теломерлердің азаюының нәтижесінде адам қартая түседі. Яғни жасы келген сайын қартая түседі. Мысалы айтамыз, мына кісінің жасы осындай сияқты деп. Яғни біз оның түріне қарап айтамыз. Бірақ түрінен бұрын клеточный уровеньдегі бізде теломерлердің саны азая түседі. Осыған байланысты біз адамның жасын айтамыз. Енді қараңыз, бұл жасқа байланысты теломерлер бізде азая бастайды. Ал егер сіз дұрыс емес тамақтансаңыз, яғни қазір мен айтатын тамақтарды көп тұтынсаңыз, әрине сізде теломерлердің қызметі бұзылып, олар тез-тез төмендейді. Өйткені біз мына жеп отырған каждый тамағымыз, каждый біздің асқазанымызға түскен тамақтың барлығы, олар молекулалық деңгейге дейін ыдырап кетеді. Яғни ыдырап жасушалық деңгейлерге келіп әсер етеді. Осының нәтижесінде олар тек қана теломерге емес, бүкіл біздің организмімізге әсер етеді. Соның нәтижесінде көптеген өзгерістер болады. Мысалға айтамыз, бір дәріні ішкен кезде мен жақсардым дейміз. Ол таблетка бізде ыдырап ұсақталып кетеді. Осыған байланысты ол әсер ете бастайды. Сол сияқты дұрыс тамақтанбағанның әсерінен біздің организміміздің теріміз, яғни барлығы қартая бастайды. Яғни теломерлердің әсері күшейіп, олар келіп өзінің жұмысын азайтып, тез қартаюға алып келеді. Ал қартаюға алып келетін тағамдарды айтайық. Қартаюға алып келетін тағамның бірі бұл көмірсу мен және де шекер, яғни қант дейміз. Көмірсу мен шекер бізде осы қартаюға алып келетін бірден бір тағам. Ал біз көмірсусыз қалай өмір сүреміз? Қантсыз қалай өмір сүреміз? Біз оған зависиміз, бәріміз зависиміз. Мен де өзім зависимін. Көмірсу, қант жақсы көремін енді. Бірақтан да оны сіз жеме демеймін, қантты бар затты тұтынба демеймін. Бірақ сіз оның мөлшерін азайтуыңыз қажет. Азайту арқылы сіз өзіңіздің түр әлпетіңізді, яғни
қартаюыңыздың алдын аласыз. Ал енді көмірсу мен қант не үшін адамды тез қартайтатын тағамның бір түріне жатады? Өйткені тағы да клеточный уровеньге бір кішкене тоқталып кетейік. Яғни біз осы көмірсу дегенде де біз барлық көмірсуды айта бермейміз. Оның ішінде, мысалы, көмірсулар ол фруктылардың да ішінде бар. Это нормально. Ал егер де біз мысалға көптеген жаңа кондитерлік тағамдарды жеген нәтижесінде бізде көмірсулар олар тез қартаюға алып келеді. Ал енді клеточный уровеньді айтатын болсақ, бұған біз жаңағы көмірсулар айтып отырмын, бізде бүкіл жеген тағамымыз, аузымыздан түскен тағамның барлығы олар қатты ұсақталып кетеді. Ұсақталған нәтижесінде олар клеточный уровеньдегі коллагенге әсер етеді. Осының нәтижесінде коллагеннің өндірілуін тежеп отырады. Оған яғни көмірсулар, қант тағамдарын айтамыз, иә? Қантты мүлдем тағамнан алып тастауға болады, яғни рационнан біз қантты мүлдем алып тастауға болады. Көмірсуды да болады, оның орнын басқа тағамдармен толтыруға болады. Ал егер де сіз көмірсу қантсыз өмір сүре алмаймын десеңіз, әрине оның мөлшерін азайтуыңыз қажет, яғни шектен тыс тұтынбау қажет. Қант деп отырғанымыз кәдімгі біздің ақ шекер, иә? Шекер дейміз, немесе қант дейміз. Сахар, былай айтқанда. Осы сахар қартаюға алып келетін бір фактор болып келеді. Сонымен қатар көмірсулар. Оның ішіне біз нені айтамыз? Біз күнделікті қолданып жүрген, яғни жеп жүрген тағамымыз бұл печенье, конфеты, булочка, пирожки, самса деп айтамыз, иә? Яғни выпечкаларды айтамыз. Немесе кондитерлік изделияларды біз осы жаңағы қартайтатын фактордың біреуіне айтуымызға болады. Яғни бұлардың барлығы біздегі коллагеннің өндірілуін тежейді, яғни бәсеңдетеді. Осының нәтижесінде адам тез қартаюға ұшырайды. Ал келесі бізде қартаюға алып келетін тағы да бір себеп бұл ішімдік. Яғни алкогольді сусындар. Мысалға сіз сырттан бір адамды көрдіңіз делік, иә? Сол адамды қарайсыз, көп ішетін сияқты, немесе ішіп алған кісі болса, сіз айтасыз, көрінтір ішетіні, өйткені түрі кәрі көрінеді деп айтамыз, иә? Былай ауызекі сөзбен айтамыз, иә, бір-бірімізге. Енді қараңыз, бұл ненің әсерінен? Бұл да яғни бізге қартаюға әсер етеді. Яғни ішімдік те біздің ағзамызда молекулярный деңгейге дейін ұшырап, біздің ағзамызға кері әсерін тигізеді. Ол тек қана біздің қартаюымызға ғана әсер етіп қойса екен, ішімдік тағы неге әсер етеді? Біздің бүйрекке әсер етеді, бауырға әсер етеді, бауырдың көптеген асқынуларына әсер етеді. Мен өзім практикада жүргенде, терапия бөлімшесіне барған кезде, осы ішімдікке салынып кеткен кісілердің жасын қараймыз ғой, жаңа история болезни, жасын қараған кезде, мысалға, 40-тағы кісі дейді, бірақ түрін қарасаңыз, енді Құдайдың өзі кешірсін, 60-тағы кісіге ұқсайды, 70-тегі кісіге ұқсайды. Ладно, одан бөлек ол кісілерде цирроз печени, уже бауыр деген іріп кеткен, былай айтқан кезде, тас болып кеткен, уже бүйрегі бауыры жарамайды. Осындай нәтижелерге дейін алып келеді. Сонымен қатар ішімдік бұл, ладно, қартайтқаннан бұрын біздің жүрекке де әсер етеді. Яғни жүректің қан тамырларына әсер етеді. Мысалға біздің қан тамырларымызда эритроциттер бар ғой, эритроциттер біздің қан тамырларымызда жалпы қандар, ақ клеткалары, барлық клеткалар бізде қозғалыста жүреді, бір орында тұрмайды. Эритроциттер, лейкоциттер, осы кезде ішімдіктің құрамында этанол, ол мына келе жатқан эритроциттерді бір-біріне келіп жабысып тастайды. Эритроциттер бір-бірімен жабысып қалады. Ол бізге керек па? Олар сөйтіп тромба түседі, шөгіп қалады бір жерге. Осының нәтижесінен инсульт, инфаркт деген ауруларды естіген боларсыздар, иә? Сол ауруларға дейін алып келеді. Сондықтан ішімдікті көп тұтынбаған дұрыс. Мүмкін айтарсыздар, жоқ, біздің бұрынғы адамдары ішті, анау мынау деген сияқты айтуларыңыз мүмкін, иә? Или менің танысым ішеді, бірақ ол здоровый, анау мынау. Жоқ. Сырт көзге здоровый шығар, бірақ оның клеточный уровеньде қандай өзгеріс болып жатқанын сіз білмейсіз. Сіз оның бауырын ашып қарадыңыз ба, жүрегін ашып қарадыңыз ба? Так что сіз ештеңе айта алмайсыз. Және де сол ішкен адамдардың түрін қарасаңыздар, өз жасына сай емес. Мен ішкен деп сіздерге айтпаймын, например, қазір по праздникам ішкен деп айтады, ондайды айтпаймын. Күнделікті ішімдікке салынған адамды айтып отырмын. Сондықтан олардың теломерлерінің қызметі азайып кетеді. Сондықтан
тез қартаюға адам ұшырайды. Келесі бұл бәріміздің сүйікті сусынымыз, менің де сүйікті сусыным бұл кофе. Кофені біз жақсы көреміз, кофе күшті прям деген. Бізді бодри қылады, таңертең ұйқымыздан ашады, түнде ұйықтағымыз келмей тағы бір шаруа істегіміз келсе, кино қарағымыз келсе, кофе ішіп алып киномызды қарап жалғастырамыз. Или көшеге шыққан кезде әрбір жерде кофейня тұр, соған барамыз, круассан мен кофені алып алып, өзімізге қартаюдың бір процесін жасаймыз. Көшеге шығып, сол қартаюдың процесін жасап келеміз, шындығына келгенде. Кофе күшті дәмді сусын, бірақ кофені мысалға айтамыз, басқа ұлттарда ішеді ғой, олар неге қартаймайды деген сияқты. Олардың ішетін, мысалы европалықтардың ішетіні десек, олар кофенің таза түрін ішеді, біріншіден. Және де ол кофенің жаңағы сливкеге ештеңеге араласпаған түрін ішеді, яғни таза сығынды кофенің өзін ішеді. И то ол кофені ішкеннен кейін олар көп мөлшерде су ішеді. Бұл кезде су бізде дейтін қайттан энергия береді адамға. Мысалы, сіз кофені іштіңіз, кофе ішкен кезде сіз ұйқыңыз ашылады, одан кейін не істейсіз, көңіл күйіңіз көтеріледі, және де жүрегіңіз дүрсілдейді. Бұның бәрін себебі неде? Кофе бізде қан тамырларды келіп қысып тастайды. Қан тамырларды қысып тастаған нәтижесінде біздің жүрегіміз дүрсілдеп, көзіміз ашылып, ұйқымыз ашылады. Енді қараңыз, қысып тастады, онымен қоса, ол тек қана қысып қойса екен, ол біздің организмді сусыздануға алып келеді. Яғни бүкіл сұйықтықты өзіне жинап алады. Мысалы, сіз қараңыз, жаңа шетелдіктер, мысалы европалықтар дейміз, кофе ішеді ғой дейміз, олар неге қартаймайды, жап-жас көрінеді дейміз. Олар кофе ішкеннен кейін қасына бір стакан су әкеліп береді. Су қайттан сұрасаңыз да алып келеді, Бізде су сұрап көріңіз, платно болады, алып келмейді да, сіздің кофеңізді беріп қатырып қояды. Мысалы, суды алып келеді, олар суды ішіп алып, яғни сразу сусызданудың алдын алып отырады. Яғни терілердің бәріне су бару керек. Өйткені жаңа мен айтып кеткенімдей, қартаюдың нәтижесінде біздің теріміздегі бүкіл сулар азаяды. Сондықтан біздің теріміз бәрі қартая бастайды, әжімделе бастайды, су жетіспегендіктен. Сол үшін кофе ішкеннен кейін міндетті түрде өте көп мөлшерде сұйықтық ішуіміз қажет. Соны ескерейік. Келесі қартаюға алып келетін тағам бұл жартылай өңделген тағамдарды айтамыз. Яғни колбаса дейміз, сосиска, немесе жаңағы доширактар, бізде жартылай өңделген, олар жартылай пармен ғана өңделген тағамдар, осылар бізде тез қартаюға алып келеді. Яғни бұлар да біздің теломерлердің қызметін төмендетеді. Клеточный уровеньге барып, біздің қызметті төмендетеді. Не үшін? Мысалы, колбасаларды, немесе жаңа доширак сияқты тағамдарды айтсақ, олар бізде не істейді? Оның құрамында көптеген канцерогендер бар, трансжирлар бар. Ладно, трансжирдан бұрын ароматизатор, стабилизатор сияқты заттар бар, Осылар біздің жасушалық деңгейде теломерлерімізді бұзады. Соның нәтижесінде біздің организмнің тез қартаюы болады. Келесі тағы да әсер ететін заттар бұл газдалған сусындар. Газдалған сусындарды өзіміз білеміз. Оның ішіне неше түрлі красительдер салынады, стабилизатор, жаңа иісін шығаратын неше түрлі химикалық заттар салынады. Бұлар да бір жаңағы біздің ағзамызға кері әсерін ететін, яғни тез қартаюға алып келетін тағамдар. Және де бұл тағамдарды аңғарсаңыздар, бұларда кофе сияқты адамға зависимость тудырады. Мысалға, өз таныстарыңызда бар шығар, горилла десе өліп тұрады, күнде горилла ішетіндер. Немесе тағы да бір сусындар болады, бір жаңағы чайларды жақсы көретіндер болады. Чайды мысалы иіскеп қараңызшы, қаншама иістер шығады, ароматизаторлар қосылады. Ол сізге кәдімгі чайды заварить етіп салып бермейді, ішіне малинасын, тағы басқасын, неше түрлі стабилизаторлар, ароматизаторлар салып береді. Осылар біздің клеточный уровеньдегі теломерлерді бұзады. Келесі тағы да біздің организмді қартайтатын, бұл біздің жақсы көретін тағы да студенттердің тамағы дейміз ғой бір жағынан. Бұл фастфудты тағамдар. Фастфудты тағамдардың бірінші дайындалуын қараса, мысалға, обычный фри, даже инстаграмнан да көремен деген жазып кетем комментарий. Өздерінше мақтан салып қояды, мысалы, қалай пісіріп атқандарын күштілеп тұр. Ана жердегі майды көрсеңіздер, енді қап-қарауға ана май деген. Қанша жыл тұрған май екенін Құдай білсін.
сол майға айналдырып келіп фриді да чикенді да келіп пісіре береді. Ол не істейді? Біздің фастфудтардың ішіне салып береді. Бұлай да қолданып жейміз, иә. Соның нәтижесінде біріншіден өзімізге рак тудырамыз, екіншіден тез қартаямыз. Енді және де бұл жаңағы фастфудтардың құрамында трансжирлар бар. Яғни бұл фастфудтар бізде холестерин алмасуын бұзады. Айтамыз ғой, мына фастфуд көп жеген адамның өтінде тас пайда болады деген сияқты. Бұл ненің нәтижесінде? Трансжирлардың әсерінен. То есть бізде трансжирлар ол холестерин алмасуының бұзылуына алып келеді де, осы нәтижесінде өтте тас пайда болады. Және де бұл тағамдар бізде теломерлерді тоже бұзады, яғни клеточный уровеньге әсер етеді. Мана басында айтып кеткендей, біздің любой аузымыздан өткен тамақтың бәрі клеточный уровеньден ыдырап, біздің клеткаларымызға әсерін етеді. Жаңа айтқандай, дәрі біздің организмге сіңген кезде айтамыз, ол дәрі біздің ауырған жерді қалай тауып алады деп. Олар клеточный уровеньге дейін ыдырап кетеді. Соның нәтижесінде олар зақымдалған аймақты тауып алады. Сол сияқты біздің жаңағы жеген тағамдарымыз клеточный уровеньге барып ыдырап кетеді да, клеткаларымыздың ішіндегі теломерлерді бұзып тастайды. Соның нәтижесінде адамда әжімдер пайда болады, маңдайында, көзінің айналасында неше түрлі әжімдер пайда болады. Тағы да бір айтатын осы қартаюға немесе әжімге алып келетін зат адамның мимикасы. Инстаграмда да қазір шығып жатыр ғой, типа мимикасы, ешқанша күлмеген адам бар, иә, 50 жылға дейін күлмеген, чтоб бетінде әжім болмас үшін, чтоб бетіне неше түрлі инъекциялар жасамас үшін күлмеген. Енді біз күлмей жүре алмаймыз, мимика көрсетпей жүре алмаймыз. Сондықтан бұл естественный зат. Яғни ол қартаюға алып келмейді, тек мимический нелерді, морщиндерді шығарып береді бізге. Сондықтан біз өзімізді дұрыс күтінуіміз қажет. Дұрыс тамақтану бұл біздің дұрыс организмнің қалыптасуына әсер етеді. Қазір даже естіп жатқан шығарсыздар, күтте балдардың өзіне рак табылып жатыр. Кешегіде инстаграмнан оқып отырсам, 12 жастағы балада рак желудка уже табылған. Ол ненің нәтижесінде? Неше түрлі дұрыс емес тағамдарды жеуінен. Қазірді мысалы қарасаңыздар, қазір даже айтасыздар өздеріңізді, иә, қазіргі молодежьдар өте взрослый көрінеді, үлкен көрінеді деп. Қазіргі молодежьдің қоректенетін, то есть қолданатын тағамдары қандай? Жақсы көретін тамақтары: фастфуд, газдалған сусындар, кофе мен круассан, осындай тағамдарды жақсы көреді. Және олар тамақ жасап отырғысы келмейді, молодежьді білесіздер ғой. Тек жеңіл-желпі тамақ жасағанды жақсы көреді. Оның ішіне не болды? Доширактар, колбаса мен нан жегенді жақсы көреді. Осының нәтижесінде организм тез қартаяды. Және де өзіміздің асқазанымызға да зиян келтіреміз. Сол үшін дұрыстап тамақтануды бастауымыз қажет. Голодание ұста деп айтпаймын, қазір голодание неше түрлі айтып жатыр, бірақ правильный питание ұстауымыз қажет. Правильный питание дегеніміз диета емес, тек қана біздің организмге керекті дұрыс өнімдерді жеу. Яғни клетчаткалар, пайдалы витаминный тамақтар, фруктылар, каша сияқты тағамдарды қолдану, және де көп мөлшерде су ішу. Су өмірдің көзі деп айтамыз, иә. Су ішсек, біздің клеткаларымызға дейін су жинақталады. Сол үшін су ішіп, өзімізді жасартып жүрейік. Видеом сіздерге қызықты болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Алда тағы қызықты материалдар болады.